Жылдам хабарнама, шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум арма-қазақ. Қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Егер осы тосында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Сауда және интеграция министрі әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасы төмендегенін айтып, халықты қуантты. 3 аптадан бері бағалар түсіп жатыр екен. 6 түрлі өнім екен. Қарақұмық 1,3%, картоп 0,7%, пияз 0,3%, қант 0,8%, одан бөлек сәбізбенен 40 қабатпен арзандаған. Ал 3 өнімнің де Алматы қаласы, Шымкент, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстарында күнбағыс майының бағамы 1,1% арзандады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.